Ассалаумағалейкум құрметті көрермендерім. Бүгін қорада кешкі видео сіздерге. Қой ешкілерім сыртқа шығарып ішкен шөп жесін деп сыртқа шығарып жатқам. Ішіне салсам шөпті бүлдіріп тастап тұр. Әлі анандай не салған жоқпыз әлі. Ағаштардың бәрі қардың астында қалып қойған, ағаштардың бәрі шөп салатын жасаймыз ба деп едік. Сол кішкене қол ұстап тұр. А так былай барлығы нормально. Алла қосса енді мынау туу керек. Бірақ точно білмеймін қашан туатын. Алла амандығын берсе туу керек. Алла қосса енді келесі бір айдан келесі ай ғой уже, Алла қосса келесі айда уже қардың бәрі еріп кетсе далаға шығады ғой, жайылымға шығады ғой. Алла қосса көкке бір ілігіп алсақ кетеді осы снарядай. Көп сұрап жатыр екен, тауық неге бақпайсың ба, тауықты бақпайтын болдың ба, қойдың ба деп. Жоқ достар, тауықты қойған жоқпыз. Айттым ғой мен сіздерге басында, тауықтан басталған кәсіп. Жеме көтеріліп жатырмыз деп. Алла қосса ертең майда қорамды реттеп алайын. Алла мұнысы майда алам. Бастаймыз майда қайтадан құстарды алып. Енді мен қандай құс алатын әзір ойланып жатырмын. Мүмкін инкубационный бағыттағы тауық асырайын ба, или чисто жұмыртқа бағыттағы тауық асырайын ба, ламан-броу мен лигорн алып ұстайын ба деп отырмын. Или австралоп, адлер, дакан соларды қарайын ба деп отырмын. Енді ой жан-жаққа кетіп жатыр. Алла қосса осы кәсібіміз берекелі болып жайлап көтеріліп алсақ, ары қарай барлығы болады ғой. $20,000 теңге салып бастаған бизнесіміз енді бір шама нәтижеге жетіп қалды деген ойдамын енді. Алла қосса құстарға да сөйтеміз ғой. Құс бизнесе де бір 50,000-дай ақша саламыз. Сіздерге барлығын көрсетем ғой. Ақшаны саламыз, 50,000-дай ақшаны. И сол ақшаны қалай оборотқа салып айналдырамыз. Соның барлығын осы каналда, және TikTok пен YouTube каналына барлығын сіздерге көрсетіп отырам. Ақшаны қалай айналдыру керек, ақшаға қайда салған дұрыс деген сияқты. Енді біздер бастап тауыққа салдық қой ақшаны. Жалпы тауыққа салсаңыздар ақша ешқайда далаға кетпейді. Өткен тауық постоянно ақша айналымда жүреді. Тауықты сатсаңыз да, алып сатсаңыз да, жұмыртқасын алып сатсаңыз да деген сияқты ғой. Главный тауықтың тұратын жері жақсы болса болды. Осы достар, Алла қосса енді барлығын көреміз. Ертең берсе майда қораны бастайым. Майдың басында қораны бастайым. Аяғына дейін бітірсем қораны. Тауықтар жайлап ала береміз ғой. Уже қойлар, ешкілер барлығы сыртта тұрады. Осының ішіне осы жерге тауық қораны үйлестіріп жібереміз ғой. Кері. Әзірге сіздер арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Что там, кіресің ба, ашайын ба?